Қайырлы күн достар. Осындай жұп-жұқа әрі дәмді ас содасын керек етпейтін құймақ дайындайтын боламыз сіздермен. Менің рецептіммен дайындасаңыздар өкінбейсіздер. Арнама тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Мен осылай алдын ала заттарымды дайындап алдым. Жұмыртқа, қант, май және тұз, ұн, сүт керек болды. Сүт жылы болу керек. Осылай 3 жұмыртқамды шағып алдым. Араластырып отырып венчиктің көмегімен қантымызды саламыз. 1 келкі қылып тұзымызды саламыз. Және жылы сүтімізді құятын боламыз. 1 келкі қылып араластырып отырып майымызды құямыз. Араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды жаймендеп салып отырып, араластырып отырамыз. Қою болып кетпеу керек бізде. Араластырып, мен осылай араластырып алдым жақсылап. Міне осындай масса шығу керек. Осындай сүйек әдемі болып шығады. Баяу отта осылай пісіріп аламыз. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.